Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болыпты. Бір күні адамдар бесін намазына кешіге бастапты. Дәуіт пайғамбар арқасына қараса, оң жағында 15 ұлы, сол жағында 15 ұлы отыр екен. Сонда ол сәл мақтаншақтыққа бой алдырып, өзіміз де үлкен бір жамағат екенбіз, елді күтпей намазды бастай береміз. Құдай қаласа 30 ұлым бар, хақтынды бүтін елге өзін тарқатамын деген ой келіп, намазды бастап кетіпті. Сонда Аллаға Дәуіт пайғамбардың бұл ісі жақпапты. Дәуіт пайғамбар намаз уақытында ассалаумағалейкум уә рахматулла деп оң жағына сәлем бергенде 15 ұлы жан тапсырыпты. Сол таманға сәлем бергенде қалған 15 ұлы бұл пәнимен қоштасыпты. Қатесін түсінген Дәуіт пайғамбар көз жасын көл қылып жаратқаннан кешірім сұрапты. Сонда рахымы шексіз, мейірімді Алла тағала 30 ұлыңды қайтарып берейін бе, әлде 30 ұлыңның орнын басатын бір ұл берейін бе деп сұрапты. Сенің әміріңе ешкім қарсы шыға алмайды. 30 ұлымның жанын жәннаттық ете көр. Маған олардың орнын басатын бір ұл берсең болғаны депті. Сонда Хақ тағала айтқаның болсын, бірақ баланың өмірі қысқа болады. Мен оған 9 жыл өмір беремін депті. Дәуіт пайғамбар сонысына да шүкір, сенің әміріңе бойұсынғаннан басқа амалым жоқ депті. Келесі жылы ұлды болған Дәуіт пайғамбар ұлының атын Сүлеймен деп қойыпты. Арадан жылдар өтіпті. Іске жарап қалған Сүлейменді әкесі Дәуіт пайғамбар жанына шақырып алып, қолына құмған, желкесіне сүлкіліп, балам, сен енді үйге келген меймандардың бәріне жасы мен кәрісіне қарамай қолдарына 3 реттен үзіп-үзіп су құйып тұрасың депті. Сонда бала Сүлеймен, әке, неге суды үзіп-үзіп құяды деген сұрағына, өлген адамға ғана суды үзбей құяды, ал сен тірі адамдарға су құясың, екеуінің парқы бар балам деген жауап алыпты. Дәуіт пайғамбарға келген адамдардың бәрі су құйып тұрған Сүлейменге, ғұмыр жасың ұзақ болсын балам, қолың дерт көрмесін, үлкен ғалым бол, патша бол, несібең мол болсын, 100-ге тол деп рахмет айтып жатыпты. Бір күні Сүлейменнің жасы 9-ға толды. Ол уақытта ұл балаларды 9 жасында атастырып қоятын еді. Бірақ Алланың балаға тек 9 жыл өмір беремін деген сөзі есіне түскен Дәуіт пайғамбар таң намазында Алланы зікір ете отырып, Сүлейменнің жасы 9-дан асты. Ол енді бұл өмірмен қоштасу керек еді. Оның тірі қалғанының себебін сұрап, егер өмірлі болса, баланы атастырып қою керектігін айтты. Сонда Хақ тағала, халық менің есімдерімнің бірі, мыңдаған адам сенің балаңа ұзақ өмір тіледі. Мен сонша халықтың дұғасын қайтара алмаймын. Сүлейменнің ғұмыры ұзақ болады. Ол барша жан-жануарлардың, аспандағы құстардың, теңіздегі балықтардың тілін түсінеді. Жер бетіндегі барша адамдар мен жындар оған бағынатын болады деп жауап беріпті. Міне, осыдан бастап барша той-думандар мен жиындарда кішкене балалар үйге келген қонақтардың қолына су құятын әдет ғұрып пайда болыпты. Қазақта қарғыс алма алғыс ал деген мақал бекер айтылмаса керек. Неғұрлым ақ бата алған адамның соғұрлым жолы ашық болмақ.